Бұл үркін деген күйі баштағаныма 15 жыл болып кетті деп қояйын. Ақыры көпке чейін қиялымда жүріп шыққан күйім ұшыл болды да. Мұның бұшып жетілгеніне бір 2 жыл болды. Сахнаға шығып, антип-ментіп ел арасына шертіп баштағаныма. Бұл әмі татал темаға арналған, қырғыздың жүрегінде қаратақ болып кетпес болып сақталып қалған үркін темасына арналған баяндоо ретінде дағы мағынайы бар. Ошолла учурда сөкке чейин қақшатқан, қайғымын қамтылған жана философиясы дағы бар. Ушундай толыққанды шығармам деп есептейм. Ушул үркін темасындағы баяндоолор, ошондогу елестетүүлөр ошондогу турмушту кенен орун алган да.